Сәлеметсіздер ма? Қалдарыңыз қалай? Әңгімесүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз екі дос. Әңгімемізді тыңдамас бұрын каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Алматының орталығында 4 қабатта тұрамын. Қырсебетте 1 қабатта тұратын 2 қыз бар. Олар апалы сіңілі Айман мен Аймен. Отбасылармен бірге тұрады. Бір байқағаным, әлгі 2 қыздың әкесі үнемі ұрсып шу шығарады. Тіпті езіліп те жатады. Анасы қыздарын туа сала ажырасып өз тегін тапқан. Солай 2 қыз ана мейірім көрмей өскен. Бірде балконға шығып серігіп тұрғам. Көзім арғы беттегі балконға түсті. Қыздар үй ішіне жүгіріп жүр. Түк түсінбедім. Сосын анама жүгіріп келіп айттым. Анам дереу көрші бетке жол тартты. Маған үйде бол деп ескертті де өзі азға кете барды. Біраз уақытта өткен соң есіктің қоңырауы шыңылдады. Қоңырау басқан анам екен. Есік аштым. Әлгі 2 қызбен келіп тұр. Сол кездегі жағдайды түсіндіре алмаймын. Анам ішке кіргізіп, қыздардан болған жайтты сұрап отыр. Қыздар үн-түнсіз жылады да анама болған жайтты айтты. Сөйтсек, әлгі 2 қыздың әкесі ішіп алып, қыздарын зорламақшы болған. Қыздар шулап дауыстап көмек сұрағанмен ешкім келмеген. Не деген жауызсыздық. Сөйтіп біздің үйге түндеді. Таңертеңгісін анам полиция бөліміне қоңырау шалып болған оқиғаны айтты. Полиция бөлімі болған жаққа қарай бет алып, пәтерде тексерді. Шын мәнінде де солай болып шықты. Әкесі ішіп алып, мас күйінде ұйықтап жатыр екен. Солай қыздардың ауылда ата-әжесі бар екен. Ата-әжесі болған жайтқа өздерін жаға ұстады. Сөйтіп, әлгі 2 қыздың әкесі 15 жылға сотталып, қыздар ата-әжесімен бірге ауылға солардың қарамағына кетті. Әлі күнге дейін интернет желісі арқылы бір-бірімізбен хат алмасып тұрамыз. Әңгімеміз ұнаса, лайк басыңыздар.